Сабақтың тақырыбы мұнай еліміздің шикізат байлығы. Сабақтың мақсаты автордың тыңдаушыға ықпал ететін негізгі ойын анықтау. Мына суреттерге назар аударып, сұрақтарға жауап бер. Суретте не бейнеленген? Бұл өндіріс орны қалай аталады? Мұнай өндіруші адамды қалай атайды? Осы суреттердің қандай байланысы бар? Бәріне ортақ тақырып мұнай. Жаңа сөздермен танысып, есіне сақта. Жаһандану. Бұл жаңа жалпы әлемдік саяси экономикалық, мәдени және ақпараттық тұтастық құрылуының үрдісі. Сұраныс деген қажеттіліктен пайда болады. Мұнай, табиғи газ, уран, көмір, жанармай, пайдалы қазбалардың атауы. Сарапшы деген зерттеуші, шешім шығарушы. Шикізат, пайдалы қазбалардың өндірісте пайдаланатын бөлігі. Жаңа сөздермен танысып, тыңдалым мәтінін мұқият тыңда. Мұнай – байлық. Мұнай – саясат. Мұнай – билік. Жаһандық экономика ертеңін мұнайсыз елестету мүмкін емес. 20 ғасырда дәуірлеген мұнай беделі 21 ғасырда да шарықтап тұр. Қазір жаһандық электр энергиясына деген сұраныстың 86,8% мұнай, көмір, табиғи газ және уран шикізаты арқылы қамтамасыз етіледі. Сарапшылардың нақты деректері бойынша 2018 жылы әлемдегі мұнайға деген сұраныс тәулігіне 100 миллион баррельге жеткен. Адамзаттың таяу болашақта мұнайға деген тәуелділіктен құтыла алмайтындығы ақиқатқа айналды. Себебі күн өткен сайын әлемде жанармайға деген сұраныс көбеюде. Тәуелсіз Қазақстан үшін еліміздің аумағындағы игерілетін және әлі де зерттелетін мұнай қорының маңызы зор. Аудио мәтін мазмұнына сүйеніп, ақпараттың дұрыс не дұрыс еместігін анықта. Бірінші сөйлем. Жаһандық экономика ертеңін мұнайсыз елестету мүмкін емес. Екінші сөйлем. 19 ғасырда дәуірлеген мұнай беделі 20 ғасырда да шарықтап тұр. Үшінші сөйлем. Қазіргі жаһандық электр энергиясына деген сұраныстың 86,8% мұнай, көмір, табиғи газ және уран шикізаты арқылы қамтамасыз етіледі. Төртінші сөйлем. Тәуелсіз Қазақстан үшін еліміздің аумағындағы игерілетін және әлі де зерттелетін мұнай қорының маңызы зор. Өзіңді тексер. Жаһандық экономика ертеңін мұнайсыз елестету мүмкін емес. Дұрыс. 19 ғасырда дәуірлеген мұнай беделі 20 ғасырда да шарықтап тұр. Дұрыс емес. Қазіргі жаһандық электр энергиясына деген сұраныстың 86,8% мұнай, көмір, табиғи газ және уран шикізаты арқылы қамтамасыз етіледі. Дұрыс. Тәуелсіз Қазақстан үшін еліміздің аумағындағы игерілетін және әлі де зерттелетін мұнай қорының маңызы зор. Дұрыс. Келесі тапсырма сөздерді сәйкестендір. Жаһандық, нақты, ақиқатқа, мұнай, маңызы, таяу. Зор, болашақта, айналды, экономика қоры, деректер. Жауабыңды тексер. Мәтінді қайта тыңдай отырып, кестені толтыр. Мәтіннің мақсаты, мәтіннің аудиториясы, тыңдаушыға ықпал ететін ақпарат, мәтіннің негізгі ойы.
Мұнай – байлық. Мұнай – саясат. Мұнай – билік. Жаһандық экономика ертеңін мұнайсыз елестету мүмкін емес. 20 ғасырда дәуірлеген мұнай беделі 21 ғасырда да шарықтап тұр. Қазір жаһандық электр энергиясына деген сұраныстың 86,8% мұнай, көмір, табиғи газ және уран шикізаты арқылы қамтамасыз етіледі. Сарапшылардың нақты деректері бойынша 2018 жылы әлемдегі мұнайға деген сұраныс тәулігіне 100 миллион баррельге жеткен. Адамзаттың таяу болашақта мұнайға деген тәуелділіктен құтыла алмайтындығы ақиқатқа айналды. Себебі күн өткен сайын әлемде жанармайға деген сұраныс көбеюде. Тәуелсіз Қазақстан үшін еліміздің аумағындағы игерілетін және әлі де зерттелетін мұнай қорының маңызы зор. Жауабынды тексер. Автордың мұнайға деген тәуелділіктен жуық арада құтыла алмаймыз дегені қалай әсер етті? Мұнай байлық, мұнай саясат, мұнай билік дегенге келісесің бе? Назарларыңызға рахмет, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.